Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен үйде дайындалатын жұмсақ нанның рецептісімен бөлісемін. Нанның жасалу жолы өте оңай. Ең алдымен дайын ыдысымызға қайнаған жылы суды құямыз. Сосын сүт құямыз. Сүт те жылы болғаны дұрыс. Сосын сұйық май құямыз. Немесе өз қалауларыңыз бойынша сары май құйсаңыздар да болады ерітіп. Сосын тұз саламыз. Сосын шекерімізді саламыз. Сосын дрожжды салып, жақсылап ерігенше араластырып аламыз. Оның үстінен ұнды салып, нанға қамырымызды илеп аламыз. Қамыр жұмсақ болғаны дұрыс. Илеген қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге қоямыз көтерілгенше. Көтерілген қамырымызды ыдыстан босатып, бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Оны дөңгелектеп май жағылған табаға салып, бетін тағы да жауып, көтерілгенше жарты сағатқа қоямыз. Көтерілген қамырды ортасынан басып, жан-жағына жайып, бетіне еріген сары майдан жағамыз. Сары май жаққаннан кейін әркім өз қалауынша бетіне күнжіт немесе мак сепсеңіздер болады. Пеште 180 градуста пісіреміз. Нанымыз дайын, жұмсақ, ыстық, пештен жаңа шыққан нан. Көріп тұрғандарыңыздай үлпілдек. Сіздер де міндетті түрде үй жағдайында осы рецепт бойынша нан жасап көріңіздер. Керемет болып шығады. Баршаларыңызға сәттілік, сіздермен болған ләззат.